Сәлем достар, сіздермен бірге Таңшолпан. Бүгін біз сіздермен Pinduoduo сайтынан алған затыма распаковка жасайтын боламыз. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Осы видеоға лайк басып, мені қолдап отырсаңыздар, өте қуанышты боламын. Ал ендеше кеттік, бірге ашып көрейік. Мұнда вентилятор бар. Мен бұл вентиляторды жаз мезгіліне қарсы Қытай сайты, яғни Pinduoduoдан заказ берген болатын. Заказым небәрі 2 аптаның ішінде Қазақстанға келді. Вентилятордың бағасы Каспий магазинде 30 мыңнан басталып, 60 мың, 70 мыңға дейін барады екен. Мен болсам небәрі 10 мың теңгеге Қытай сайтынан заказ бердім. Не салып жүрген екен көрейік. Осындай кітапшасы бар, инструкциясы. Қалай қолдану керек көріп аласыз. Және де пульт салып жіберген, қашықтықтан өшіріп қосуға болады. Және осындай шуруптар қосып салып жіберіпті бекітуге. Ал енді ішінде не бар екен? Осындай кристальный бутылкалар бар. Ол бутылкаға суды құйып, морозильникке салып қоясыз. Содан соң вентиляторға салып, бөлмені салқындатуға болады. Бұл кристальный бутылкамыз бізге соншама көп салыпты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук салып жіберген екен. Өте керемет. Әрі қарай кеттік. Енді вентилятордың өзін алып көрсетейін. Салмағы әжептәуір бар екен. Қазір алып сіздерге салафаннан шығарып көрсететін боламын. Мінекей. Вентилятордың өзі осындай. Және де тағы не бар екен коробкада? Бұл вентиляторға арналған подставка. Яғни осылай бірге қосылып жабылады екен. Сонымен біздің коробкамызда жалпы не шықты, не салып жіберген екен? Ол вентиляторға арналған подставка, осындай шуруппен бірге. Және де 8 штук осындай кристальный бутылка. Пульт қашықтықтан қолдануға, және де крышкасы, вентилятордың өзі. Вентиляторды осылай сіздерге жақыннан көрсетейін. Өте әдемі, маған ұнады. Осы вентилятордың подставкасын енді шуруптармен бекітетін боламыз. Осылай 4 жерден бекіту қажет екен. Бекітіп болдым, міне 4 жерінен. Және осыны біз вентилятордың астына 4 жағынан тағы шуруппен бекітетін боламыз. Мұны бірінші шурупты бекіттім, екіншісін салып жатырмын. Екіншісінде бекітіп, енді осы вентиляторымызды толық барлық жерінен бекітіп болған соң көтеріп қойсақ болады. Міне осындай вентиляторымыз. Вентилятордың өзінде жоғары жағында осындай кнопкалар бар. Өшіріп қосуға, салқындатуға, уақытқа қоюға, екі жақтығы айналып соғып тұруына арналған. Вентилятордың төменгі жағында осындай водный резервуар бар. Оны ашып қарайық. Мінекей іші осындай. Осында су құйып толтырасыз. Және жаңағы кристальный бутылкаларды морозильникте тұрған осында салу керек. Сонда ол салқын жел береді. Міне кристальный бутылкамызды суға толтырамыз, яғни ол таза су болу керек. Және үстіп саламыз. Салған уақытта су құйып, ол сонда судың салқын болуына көмегін көрсетеді. Қосып тексеріп көрейік. Мінекей қосылды. Екі жақтамаға бастым. Істеп тұр. Және тағы бұны тексеріп көрейік. Қағазды қойып, мінекей жел соғып, дұрыс жұмысын атқарып тұр. Мінекей достар, дәл мен сияқты сіздер де өздеріңізге қалаған заттарыңызды Pinduoduo сайтынан ала аласыздар. Нарықтағы бағадан арзан, сапалы және тиімді. Менің осы видеом ұнаған болса, YouTube каналыма жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.